Саламатсыздар ма әріптестер? Біздің мұғалімдік платформасында жаңарту болды. Яғни тақта QR қостық. Ол тақта QR-ды мәзірін басасыз. Нәтижесінде тақта QR сыныпта таңдау ашылады. Сыныпта басамыз және өзіміздің сыныбымызды таңдаймыз. Сыныбымызды таңдағанда осында бізде тақта ашылады. Бұл мұғалімнің тақтасы. Енді оң жақта оқушылардың қосылуы үшін арнаулы код берілген. Егер кодпен қосылмаса, QR кодтың үстінен бассаңыз, оқушыларға ұялы телефонға QR кодты оқытуға ыңғайлы етіліп, осылай QR код жеке ашылатын болады. Яғни QR кодтың үстінен басасыз. Сосын жабасыз. Егер QR код оқыту қиын болса, онда оқушыларға сілтемені жіберуге болады. Мысалы, сілтемені көшіру батырмасын бассаңыз, сілтеме көшіріледі. Кейін сілтемені көшіріп оқушыларға жібересіз. Оқушылар сілтемені көшіріп немесе QR кодты оқытып сілтемені басқаннан кейін оқушылардың ұялы телефонында осындай тақтаға қосылу мәзірі ашылады. Ол жерде оқушылардың өздерінің аты-жөндері болады. Оқушылар өздерінің аты-жөндерін тауып басып үстіне тақтаны ашу батырмасын басады. Мысалы, Мұратұлы Әмір тақтаны ашу. Осы кезде оқушыға тақта ашылады. Мен қазір бұл тақтаны ноутбукпен ашып отырмын. Негізі бұл ұялы телефонмен де ашылады. Осылай оқушы өзінің тақтасын ашады және сөздерін жазады, қалаған сөздерін, мысалы тапсырма болса тапсырмаларын жазады, мәтін болса мәтіндерін жазады және мәтіндерін осылай орындарын етіп, үлкейтіп деген сияқты өздерінің жөндеу жұмыстарын жасайды. Жалпы сабақта осылай қолданады. Енді қараңыз, бұл оқушының тақтасы, жақсы ма? Енді мұғалімнің тақтасына барамыз. Төмен қарай түссек, жаңағы тақтаны ашқан оқушылар бұл жерде белсенді болады. Бірақ бір жақсы жер, бұл мысалы Мұратұлы Әмір тақтаны ашты ғой, енді осының үстінен басуға болады. Егер басатын болсаңыз, жаңағы оқушының өзінің тақтасында жазып атқан жазулары барлығы сізге көрініп тұратын болады. Бұл жаңағы Мұратұлы Әмірдің тақтасы. Мысалы, мына оқушының жаңағы Мұратұлы Әмірдің тақтасы, мына барлығы мен өшірем. Мұнда қандай да бір сөз, мысалы, сурет салып қойайын. Енді мұғалімнің тақтасына барамыз. Мінекей, мұғалім тақтасына бар, Мұратұлы Әмірдің үстінен бассақ, мұнда Мұратұлы Әмірдің жаңағы өзінің тақтасында жазып атқан, сызып атқан суреттері бізге мұғалімге көрініп тұрады. Ол не істеп атқан барлығы көрініп тұратын болады. Тағы бір артықшылығы оқушы үшін. Мысалы, мына оқушының тақтасы ғой, мына жерде мұғалім тақтасы деген батырма бар. Осы батырманы басса, оқушыға мұғалімнің тақтасы көрінеді. Мынау сызықтар ол мұғалімнің тақтасы. Немесе қайтадан өзімнің тақтам деген батырманы басып, өзінің тақтасына орала алады. Мысалы, мұғалім мұнда қандай да бір сөздер жазсын. Мысалы, мәтін. Тақырыпты жазады, натурал көрсеткішті дәреже, қосу батырмасын басады, сосын қолды таңдайсыз да, мына сөзді орнынан өзгертесіз. Егер сөз кішкентай болса, үлкейтуге болады. Сосын қолды таңдап, сөзді орындан ауыстырасыз. Мінекей натурал көрсеткішті дәреже. Енді оқушы өзінің тақтасында мұғалім тақтасы батырмасын басу арқылы, осылай мұғалімнің тақтасын көре алады. Бұл мұғалімнің тақтасын оқушы көріп отыр. Сосын кейін өзінің тақтасы, өзімнің тақтам деген батырманы басып, өзінің тақтасына орала алады. Мұғалімнің тақтасы деп, мұғалімнің тақтасын көре алады. Мұғалім осы жерде натурал көрсеткішті дәреже деп жазды. Мына жерде есептер мысалы жазу мүмкін. Мысалы, осылай мұғалім өзінің сөзін жазып атқан уақытта, оқушы өзінің тақтасында мұғалім тақтасы батырмасын басып, мұғалімнің жазып атқан сөздерін көре алады. Яғни, жалпы не жазып атыр, соның барлығын оқушы өзінің тақтасында көре алады. Осындай тамаша тақта, яғни тақта QR кодын қостым. Шын толықтай өздеріңіз зерттеп шығасыздар. Мұнда тақтан енді сабақ аяқталғаннан кейін мұғалім тақтаны жабу батырмасын басады. Жабу батырмасын басады. Сол кезде оқушының тақтасында мұғалім тақтаны жапты деген
ескерту келеді. Оқушы жабу батырмасын басады и тақта белсенсіз болып қалады. Осылай. Осындай тақтаға, яғни QR код оқыту арқылы тақтаға қосылатын жаңа тақта түрі біздің мұғалімтек платформасына қосылды. Жалпы мұғалімтек платформасын қолданыңыздар. Бұл жерде көбі өте тегін. Онда тек қана ақылы G құралдары ғана ақылы, одан басқа құралдардың барлығы тегін. Қолдана беруге болады.